Базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан, оны күнделікті ас мәзіріне қосу үшін сатып алатын адамдар өте аз. Дегенмен, асқабақтың өзін болмаса да, оның дәнін сатып алып, әрдайым жеп тұруға тырысу керек. Себебі, бұл асқабақ тұқымының адам ағзасына берер пайдасы өте көп. Бүгінгі шығарылым осы асқабақ дәнін көп тұтынған адамдардың организмінде қандай өзгерістер болатындығы жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетіңіздер. Жүрекке пайдасы. Асқабақ дәнінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіруге арналған магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Магний жүрек бұлшықетінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл болады. Ғалымдар дәлелдегендей, қандағы холестериннің деңгейі көтеріліп кетсе, жүрек қан тамырлары ауруларын тудырады. Ал асқабақ дәнінің құрамындағы фитостеролдар қандағы холестерин деңгейін төмендетіп, тромб түзілуін реттейді. Онымен қоса асқабақ дәнінің құрамындағы фосфор, мыс, темір секілді элементтер адамда қан аздық және артеросклероз ауруынан айықтырады. Қан қысымын тұрақтандыратындықтан гипертониктерге жиі тұтынуға кеңес береміз. Ішек құрттарын жояды. Ішектегі құрттардан құтылу үшін арнайы дәрі-дәрмектер ішсек болады. Ол арнайы мамандардың, яғни дәрігерлердің берген дәрілері. Алдын алу шарасы ретінде асқабақтың дәнін жиі тұтынсаңыз болады. Оның құрамындағы тромбин деп аталатын амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзамыздағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтылуымызға болады. Қатерлі ісіктің алдын алады. Бұл жерде де асқабақ дәнінің кукурбутин амин қышқылына өте бай екен. Және де бұл зат қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтап, қорғайды. Мамандардың айтуы бойынша, асқабақ дәнін үзбей жейтіндер бауыр, сүт безі, тігішек, ұйқы безі, өкпе және асқазан қатерлі ісіктерінен ешқашан шалдықпайтынын растап отыр. Кез келген әлеуметтік желіні ашып қалсақ, қатерлі ісік ауруымен ауырып жүргендерді көп байқауға болады. Осындай аурулардың өршіп тұрған мына біздің заманымызда асқабақ дәні біздер үшін таптырмас профилактикалық тағам десе де болады. Қант диабетімен ауыратындарға пайдалы. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір ас мәзірімен тамақтануға тиіс. Қантты, ащыны, тәттіні жеуді шектеп, көкөніс пен жеміс буға піскен тағамдар және де қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса, асқабақ дәнінен де керемет пайдасы бар екенін ұмытпағанымыз жөн. Асқабақ дәні ағзадағы улы заттарды шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшерін тез қалпына келтіруге көмектеседі. Әйелдерге берер пайдасы. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормональды өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткізгіңіз келсе, онда құрамы минералдар мен дәрумендерге бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күй нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін естен шығармаңыз. Дәрігерлердің аяғы ауыр келіншектерге де токсикоз кезінде де жеуге кеңес береді. Ерлерге пайдасы. Простатит, қуық түбі безінің аймақтарында көп ерлерде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығына ғана емес, өмір сүру қалпына да, төсектегі күш-қуатына да кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып, немесе керісінше сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізге шипа табасыз. Асқабақ дәнінің құрамындағы L-аргинин деп аталатын зат ерлерде тестостерон деп аталатын гормонды жандандырады. Қуық асты безінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар
жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді, әрі ісігін қайтарады. Буын және сүйек ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күші бар асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз жиналуын болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Бұл таңғажайып дән буындарымызды түрлі дерттерден сақтап қана қоймай, құрамындағы кальций, магний, мырыш секілді элементтер сүйегімізді саулығын жақсартады. Сондықтан остеопороз ауруының алдын алғыңыз келсе, қартайғанда сүйектеріңіз мықты болып, сүйек сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақтанудан алдын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Басқа да адам ағзасына пайдасы. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин деп аталатын бақыт гормоны жақсы бөлінеді. Және де дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды, жүйкені жақсартады, миды тынықтырады. Сонымен қатар ұйқыны жақсартып, ағзадағы шаршауды басады. Және де есте сақтау қабілетіне де жақсы әсер етеді. Диетолог мамандардың айтуынша, күнделікті жоқ дегенде 7 ғана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңіз көтеріледі. Және де депрессияда, стресте жүрген адамдарға қалтаңыздан тастамай жеп жүруге кеңес береміз. Мұнымен қоймай, асқабақ дәні арықтауға да өз септігін тигізеді. Оның құрамында өсімдік ақуызы және де жасұныққа өте бай. Ол өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Асқабақ дәнін кімдерге жеуге болмайды? Асқазанда жарасы бар адамдарға, асқазан ішек жолдары қатты бұзылған адамдарға асқабақ дәнімен әуестенбеуге кеңес беріледі. Асқабақтың килокалориясы өте жоғары тағам түріне жатады. 100 грамм асқабақ дәнінде 560 килокалория бар. Сол үшін арықтағысы келетін адамдарға күнделікті нормаңызды біліп алғаныңыз жөн. Егер де оны қуырып жесеңіз, айтарлықтай дәмді тағамға айналады. Алайда пайдалы қасиеттері біраз жойылады. Сондықтан қуырып жегеннен көрі кептіріп жегеніңіз пайдалырақ болмақ. Ем болсын. Егер де сіз видеоны осы жерге дейін көрген болсаңыз, асқабақ дәні шынымен де пайдалы екен ғой деп ойлап отырған боларсыз. Дүкендегі пайдасыз заттарды алып жегенше, асқабақ дәнін алып жеңіз. Құрметті көрермен, видеомыз пайдалы болған болса, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетулеріңізді сұраймыз. Сау, саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар.